Сабақтың тақырыбы көркем шығарманың тақырыбы мен идеясы. Тахауи Ахтановтың «Шырағың сөнбесін» романының тақырыбы мен идеясын ашу жолдары. Сабақтың смарт мақсаты. Студенттер көркем шығарманың тақырыбы мен идеясы жайлы теориялық білімдерін практикамен ұштастыру мақсатында Тахауи Ахтановтың «Шырағың сөнбесін» романын әдебиет теориясы тұрғысынан талдайды, тақырып пен идеяны ашады. Табыс критерийлері. Блум таксономиясы негізінде теориялық мәліметтер мен деректерді еске түсіру мақсатында сұрақтарға жауап береді. Көркем шығарманың тақырыбы, идеясы және оның түрлеріне байланысты түсініктерді конспектілейді. Романның фабуласын баяндайды. Шығармаға сюжеттік жоспар құрады, композициялық құрылысына талдайды. Романның тақырыбы мен идеяларын ашады. Роман тақырыбымен өзектес туындымен салыстыра отырып талдайды. Шығарма идеясы мен автор дүниетанымы арасындағы байланысты өз ойымен жеткізеді. Сабақтың түрі практикалық тұрғыдан өтілген материалды бекіту сабағы. Бұл сабақ теорияны практикамен ұштастыру және оқытудың ғылымилығы қағидалары арқылы жүзеге асырылмақ. Сабақ барысында америкалық оқыту әдістемесінің психологы Бенджамин Блум таксономиясы қолданылады. Блум таксономиясы 6 кезеңнен тұрады. Бірінші, білу, мағлұмат пен деректерді еске түсіру. Екінші, түсіну, интерпретация, оқу материалын өз сөзімен түсіндіру, қысқаша баяндау. Үшінші, қолдану, теориялық мәліметтерді практикалық талдау барысында қолдану. Төртінші, талдау, бүтіннің бөліктерін ажырату. Бесінші, синтез, оқу материалының элементтерінен бүтінді құрастыру. Алтыншы, бағалау. Таксономияның бірінші кезеңі бойынша көркем шығарманың тақырыбы дегеніміз не? Жазушы тақырыпты қалай таңдайды? Көркем шығарманың идеясы дегеніміз не? Тақырып пен идеяның ара қатынасы қандай? Деген сұрақтарға жауап алынады. Тақырып әдеби шығармада сөз болатын басты мәселе, шығарма мазмұнының негізгі арқауы, айтылатын жағдайлардың бағыт-бағдары. Идея жазушының осы өмір құбылысы туралы айтқысы келген ойы мен беретін бағасын білдіреді. Идеяның 3 түрі бар. Негізгі идея, авторлық идея, объективтік идея. Бір шығармадағы бірнеше және әр алуан жеке тақырыптар мен идеялардың басын бір жерге қосып, бір арнамен өрбітіп тұрған бірегей өзекті мәселені негізгі идея дейміз. Авторлық идея суреткердің о бастағы ой өзегі. Объективтік идея нақты шығармадан туатын мақсатты нәтиже. Көркем шығарманың тақырыбы мен идеясын Тахауи Ахтановтың «Шырағың сөнбесін» атты романын мысалға келтіре отырып ашатын боламыз. Ол үшін ең алдымен романның фабуласын еске түсіруіміз қажет. Фабула латын сөзі, әңгімелеу, баяндау, тарихты айтып беру, көркем шығармада суреттелген оқиғаны рет-ретімен жүйелеу, мазмұндау мағынасына ие болады. Романдағы оқиғалар желісі бойынша берілген мына суреттер арқылы сюжетті еске түсірейік. Назира анасынан ерте айырылады. Әжесі сол анасының қабіріне шырақ жағып, бата оқып,
шырағың сөнбесін, деп күбірлейді. Жас бала Назира түсінбей, жаққан шырақтың майы таусылып сөніп қалмай ма, дейді. Сонда әжесі басын шайқап, әй балам-ай, әлі баласың ғой, сенсің ғой оның шырағы, сенің тілеуіңді тілеп кеткен жоқ па, дейді. Жазушы соғыс әкелген зұлымдыққа осындай ұлттық дүниетаным мен адами құндылықтарды, адами күш қайратты қарсы қою арқылы шығармаға терең философиялық мән дарытқан. Романның басты кейіпкері қазақтың қарапайым қыз келіншегі Назира. Батыс шекарада қызмет атқаратын кеңес офицері Қасымбекке күйеуге шығып, жат елде жүргенде кенеттен соғыс басталып кетеді. Шиеттей нәрестесін құшақтап, эвакуацияға ұшыраған жас әйел көп қасірет көріп, азап шексе де, қазақ әйеліне тән табандылық, қайсарлық танытады. Қасымбек мерт болған соң, Назира Абан есімді жігітпен қосылады. Алайда соғыс одан да айырады. Назира екі азаматтың да шырағын сөндірмей, екеуінің де ұрпағын жалғап, қос нәрестесімен елге оралады. Романның жалпы сюжеті Назираның бастан кешкен тауқыметін, кезеңнің қиындықтарын көрсетіп, бәрін мойымай көтерген қазақ әйеліне тән қасиетті көрсетуге құрылған. Шығарманың сюжеттік желісі Нығмет Ғабдуллиннің кестелі орамал хикаятымен үндес тақырыптас. Шығармадағы кейіпкерлер моделін жасау үшін ең алдымен тұжырым кестесіне назар аударайық. Шығармадағы негізгі кейіпкер Назира төзімді, қайсар, тұйық мінезді. Оны романдағы кілең орыс әйелдерінің ішінде бөлексініп, қаймығып жүрем деген Назираның өз сөзінен аңғаруға болады. Назираның жолдасы Қасымбек ақ көңіл, аңқау, салқын қаламды жігіт. Оны Назираның көзімді ашып алсам, езуіндегі нәзік сызықтарды көрем деуінен аңғарамыз. Света есімді Назираның құрбысы жұмбақ мінезді. Оны Светаның не ойлап отырғанын білмейсің деген Назираның өз сөзінен аңғаруға болады. Абан есімді қазақтың жігіті ақ көңіл, қамқор, жақсы мән. Оны Абан келіп қалса даңғырлап сөйлейді деген сөзден байқаймыз. Назираның әжесі Қамқа әже турашыл, көреген, көріпкел. Оны романда адам 3 күннен кейін көрге үйренеді деуші еді Қамқа әжем деген Назираның естелік сөзінен аңғаруға болады. Блум таксономиясының талдау кезеңі бойынша шығармаға сюжеттік жоспар құрып, композициялық құрылысына талдау жасайық. Шырағың сөнбесін романының сюжеттік композициялық құрылысы. Экспозиция. Назираның жат жерге аттануы. Байланысы. Назираның әскери ортаға бейімделуі. Оқиғаның дамуы. Соғыстың басталуы. Шиеленісі. Тағдыры тауқыметі. Шарықтау шегі. Үміт оты сөнбейді. Шешімі. Туған жерге оралу. Синтез кезеңі бойынша топтастыру және кестені толтыру жұмысы жүзеге асырылады. Романның тақырыбы Екінші дүниежүзілік соғыс. Авторлық идея соғыс кезеңіндегі қазақ қызының көрген қиыншылығы арқылы соғыс қасіретін оқырманға жеткізу. Объективтік идея ұрпақ жалғастығын дәріптеу.
Шығарманың сюжеттік желісі Нығмет Ғабдуллиннің кестелі орамал хикаятымен үндес, тақырыптас. Ерекшеліктері: Тахауи Ахтановтың «Шырағың сөнбесін» романында қазақ қызының басынан кешкен оқиғасы баяндалса, Нығмет Ғабдуллиннің кестелі орамал хикаятында қазақ жігітінің басынан кешкен оқиғасы баяндалады. Үндестігі: екеуі де соғыс қиыншылығын бастан кешіреді, екеуі де еліне аман-есен оралады. Шығарманы талдай отырып, төмендегідей сыни сауал туындайды. Автордың шығармашылық ғұмырнамасының көркем туындыдағы оқиға желісіне қатысы бар ма? Әрине, бар. Ең алдымен автор Тахауи Ахтанов Екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан жауынгер қаламгер. Соғыстың тауқыметін бастан кешірген адам ғана осындай тақырыпта шынайы туындыны өмірге әкелері сөзсіз. Ал екіншіден, автордың туып өскен ауылда бір қария адамның үнемі жаман сөзінің өзі «шырағың сөнбегір, шырағың сөнбесін» дегені екен. Осы сөз бала Тахауидің шығармашылық өмірінде ірі туындыны әкелуге негіз болса керек. Ақын Фариза Оңғарсынова өзінің авторға берген бағасында былай дейді: «Мен бұрын Александр Блокты оқығанда әйел болмысын, әйел сезімін, оның қырық құбылған ішкі жан әлемін қалай білген деп таңданушы едім. Ал Ахтановтың «Шырағың сөнбесін» романында әйел атынан сөйлеуі әбден дәмді етті. «Шырағың сөнбесін» романы әйел жанының энциклопедиясы. Әйел жанын, әйел психологиясын жаза білмеген жазушыны суреткердеу қиын. Елдігіміздің, кеңдігіміздің, тапқырлығымыз бен таланттылығымыздың алтын діңгегі іспеттес Тахауи Ахтанов ұлылар санатына көзі тірісінде іліккен және дау-далабасыз іліккен суреткер. Мен оның қарапайым адамдық, ағалық қасиеттеріне, мінез болмысына сүйсіне жүріп, суреткерлік дарынына бас иемін. Құрметті студенттер, назарларыңызға рахмет.